Жеңісбек, менде міне мотордан шыққан касса мынандай ғой. Мотордан шыққан штекер да. Ал мына штекер міне аттан келіп тұр. Салоннан келіп тұрған штекер ғой. Сосын мына касса менде мынандай слишком ұзында мен сырттан ашып жатыр едім, қарайыншы, изолентаны ашып қояйыншы. Қалай деп. Мына мотор жаланған жер мынандай артықтығы бар да, міне мынандай шама артығы бар. Сол мына сосын мына жерде мынаның іштерінен мына кассада мына майдікі, судікі деген сияқтылар ғой. Сосын мына Волгуде қара, Волгуде электрический болды менде да, вентилятор. Мына мысалы екеуі майдікі болса, мына екеуі мысалы мына екеуі судікі болса, мына примерно майдікі шығады деп ойлап тұр, мына екеуі да. Мына екеуі. Мына вентилятор кім менікі екен. И сосын менде мынандай екі штекер артық тұр. Мына штекер артық. Мына штекер артық. Бұған ештеңе жалғанып тұрған жоқ. И сосын менде тағы да осындай бір екі штекер артық тұр менде. Мына екі штекер артық. Ешқандай ірілет қылып тұрған жоқ, ешқандай ештеңе кіріп тұрған жоқ. Осындай штекерлер артық. Орындарын таба алмай тұрмын. Сол мен ана қалғандары форзунка сырттан ашып едім ғой мен кассаларды мынандай қарайын не деп. Сондай мына бір штекер артық. Мынандайлар бар артық, массы ма бірдеңелер. Массы ма мынандай. Мынау бар артық міне. Маған кіретін штекер жоқ. И сосын мына кассаның ішінде генератордан шығады ғой, мына жерде мына генератордан мынадан шығады ғой, мына штекермен тығып қойдым ғой мынандай қылып. И сол штекер мына кассаның ішінде жоқ. Былайынан тұрғыш осы жерге былайынан кіріп кету керек. Мына жерге тығамыз. Әне аман сау жеттік ауылға. Так, братан, в общем, машина қабылдап алдым. Артқа так бортында карданың бар екен. Так, карданы ішке кіргізіп қойдым. Так, еще сосын есігін екі жағында кеттеп қойдым. Так. Міне мына есігін істеп кеткен тұр. В общем, міне эвакуатор жаңа ғана жетіп, енді түсіп болып жатыр. Хабарда болшы, братан.